Өзеннің жайсаң жұрты, міне төрімізге қазақтың ең мықты маңдай алды аға буын өкілдері Аманжол Әлтаев ағамыз, Жанарбек ағамыз келіп жатыр, Қалқаман Сарин ағамыз келіп жатыр, айтыскер ақындарымыз Дидар Қами, Мейірбек Сұлтанхан ұлдарымыз келіп жатыр. Қазақтың барлық қаласынан қай жеріне болса да ең мықты деген ақындар Жаңаөзеннің төріне жиналды ағайындар. Ал қош келдіңіздер ақындар. Сәл ортаны ашып тұрайық, сәл артқа тұрайық, ағайындар, сәл артқа тұрайық. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қадірлі айтыскер қауым, құрметті жаңаөзендіктер, құрметті қала қонақтары. Бүгінгі тарихи оқиға Жаңаөзен қаласында республикалық деңгейдегі ер бекет атамыздың атына 275 жылдық тарихы бар бабамның атына үлкен республикалық айтыс ұйымдастырып жатырмыз. Осы айтысқа арнайылап келген азаматтарға рахмет айта отырып, қош келдіңіздер дейміз. Енді кезген айтыскер ақынның арманы болады, осы ауылына келіп жүрсіндей ағамызды шақырып, сол кісілердің батасын алып, құрмет көрсетсек екен деген. Сондай армандардың бірімен осы берекенің басталатына уақытында Арғынбек бауырымыз келіп айтқан, аға осындай арман тілектеріміз бар еді. Кезінде осы айтыстың алғашқы табалдырығын аттайтын кезде ағамыздың батасын алып едік. Соған бір ауылға келген уақытта абаймен бірге келіп, осы сый құрмет көрсетейік деп едік. Енді Алла қалап бүгін міне жігіттердің армандары Алланың қалауымен наурыздың айында өзіміздің оразаның кезінде осы өнер сүйер қауыммен, айтыс сүйер қауыммен бүкіл осы алашқа белгілі айтыскер ақындармен бірге сіздермен қауыштырып жатыр. Алла ұзағынан сүйіндірсін. Енді мына жүрсін аға Жаңаөзен қаласына алғашқы рет осы айтыспен келіп жатырсыз. Қош келдіңіз аға. Ең бастысы енді деніңіз сау болсын. Сіздің енді ауырып тұрғаныңыз, аунап тұрғаныңыз осы халықтың арасында әлі де болса жасай бергеніңізді біз қалаймыз. Енді адамның енді ең бірінші байлығы денсаулық қой, қанша дегенмен соған енді ауырып қалған уақытында халықтың қалың елдің аздап сізбен бірге қайғырып қиналғаны бар. Енді мінекей өзіңізді көріп, көктемнің күнінде жадырап, балаша мәз болып жатырмыз. Сондықтан осы қадамыңыз тек қана құтты қадам болсын. Маңғыстау еліне ат басын бұрып келе беріңіз. Енді өзіміздің белгілі қаламыз Жаңаөзенге арнайылап келіп жатсыздар. Сондықтан мерейіңіз үстем болсын. Алаштың анасы, сүрейлер мен дүрлердің ата мекені, кешегі сақ дәуірінен бері салтанаты сарқылмаған қасиетті төр, сыр елінен, Қызылорданың төрінен келген ақын Мейірбек Сұлтанханды қарсы алыңыздар. Исі түлкінің алтын бесігі, халқымыздың қастерлі төрі, өр Алтайдың төрінен келіп отырған ақын қарындасымыз Ақбота Манарбек қызы. Жер жанаты Жетісудан келген кешегі Сүйінбай мен Жамбылдардың аманатын арқалап орталарыңызға жеткен ордалы ақын ұлдарыңыздың бірі Ұларбек Минатхан. Атырау облысының төрінен келген елдің аманатын арқалап жеткен айтыстың жас нояны Кәдірбай Батыржанды қарсы алыңыздар. Ел жүрегі Астананың төрінен келген айтыстың қас шеберлерінің бірі Көпбосынов Өміржанды қарсы алыңыздар. Ұлт ұясы ордалы Ұлытаудың төрінен қасиетті Сарыарқаның сары белінен келген ақын ұлдарыңыз Нығызбаев Айтбай, Нығызбаев Сырым қарсы алыңыздар. Мынау Адайдың көк мойнағындай
Бүгінгі айтыста Маңғыстау облысының намысын қорғайтын 3 ақын бүгінгі аламанға қосылғалы тұр. Соның бірі тұмарлап топқа қосқалы отырған жүйріктеріңіз Қосымбаев Зейнетолланы қарсы алыңыздар. Маңғыстау облысының үміті арынды талантты ақын ініміз Жолмағанбетов Абай қарсы алыңыздар. Осы Абаймен қанаттасып, талай аламанда олжа салып жүрген жүйрік ұлдарыңыз Қалбаев Арғынбекті қарсы алыңыздар. Алқалы әлеумет, мінекей, осы 12 жүйрік бүгін сіздердің алдарыңызда өнер көрсететін болады. Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы әкімдігінің ұйымдастыруыменен, Аманат партиясының қолдауыменен осынау байтақ даланың төрінде дүбірлеп басталғалы тұрған айтысымыз мазмұнды, кәделі, 62 тамырымызды исіндіретін, тұла бойымызға нәр ұятын ұлық айтыстардың бірі болсын деген үмітіміз бар. Ардақты ағайын, құрметті Жаңаөзен халқының, Жаңаөзен шаһарының халқы, биылғы жылда мемлекет басшысы жұмысшы мамандар жылы деп жариялады. Ендеше бүгінгі биылғы жыл мына сіздердің жылдарыңыз. Таңның атысынан күннің батысына дейін арқасы жіпсіп, маңдайы терлеп, адал еңбек етіп келе жатқан халқымыздың еңбегі, еліміздің, мемлекетіміздің мерейі. Ендеше жылдарыңыз құтты болсын, ардақты ағайын. Бүгінгі жыр аламанында қазақтың айтыс өнерінің бәсекесінде нағыз 100-ден жүйрік, 1000-дан тұлпар шықса екен деген үмітіміз бар. Осы ақындардың әділ бағасын беру үшін Қазылар алқасы тағайындалды. Қазылар алқасымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазылар алқасының төрағасы, ұлт руханиятының абызы, құрмет, парасат, отан ордендерінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың 2 мәрте иегері, ұлт абызы Жүрсін Ерман ағамыз. Қазылар алқасының мүшесі, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, президенттік сыйлықтың иегері Жанарбек Садықанұлы Әшімжан. Қазылар алқасының мүшесі, осы Атамұра айтыс өнерінің үлкен, ауыз кеуделі, көш басындағы маңдайы жарқыраған тұлғаларының бірі, байтақ батыс өңірінің айтыс мектебінің көшбасшысы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері Мелис Қосымбаев. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, қазақ поэзиясының ардакүреңі, қазақтың аяулы ақыны Қалқаман Сарин. Қазылар алқасынан бөлек 2 сарапшы тағайындалған болатын. Сол сарапшыларымыздың бірі тамаша, талантты ақын, қазақ өнерінің өрінде жүрген талантты ініміз Фархат Мұсаев. Айтуған Ырсалдин. Ал алқалы әлеумет, осы Қазылар алқасы бүгін ақындарымыздың әділ бағасын беретін шығар деп ойлаймыз. Кешегі ұлы тарихымызда өшпес із қалдырған, әулиеліктің шыңына жеткен, Хиуада ілім алып, ғұламаларға шәкірт болып, ата дініміздің айқын бағытын белгілеп берген ұлы даланың әулиелерінің бірі, бірегейі ол Бекет атамыз. Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Ербекет, Баянтауда Мәшекең, қасиетті осы әулиелердің ата дініміздегі ұлт алдындағы сіңірген